Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы нөмір 7 мектеп лицейінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Кәрібай Ермек Сәкенұлы. Сабақтың тақырыбы қауіпсіздік ережелері, қажетті қызмет түріне арналған бой қыздыру жаттығулары және қалыпқа келтіру техникасы. Сыныбы 7А. Сабақтың мақсаты жаттығу жасау арқылы денемізді сергіту, денсаулықты нығайту, салауатты өмір салтын ұстану. Сабақты міндеті: жаттығуды видео нұсқау бойынша қайталау, жаттығуды қатесіз толық орындау. Жалпы дамыту жаттығулары дегеніміз ол қандай жаттығулар? Оның денсаулыққа әсері қаншалықты? Жалпы дамыту жаттығулары ертеден келе жатқан жаттығулардың негізгі түрі болып саналады. Ешқандай құрал жабдықсыз кез келген ыңғайлы жерде орындауға болады. Орындаған кезде барлық буын мүшелері қозғалыста болады. Бір орында тұрып, рет-ретімен орындалады. Бас, иық, қол, бел, аяқ. Көптеген ауруларын емдейді, немесе ауруға жол бермейді. Күнделікті уақыт кестесімен жасайтын адам, демек дені сау, шымыр адам болып саналады. Жаттығуды орындаған кездегі қауіпсіздік ережелері: міндетті түрде спорттық киімде болу керек. Денеміздегі артық затты шешіп тастаған дұрыс. Алқа, сырға, білезік, көзілдірік. Қыз балалар шашты жинап қою міндетті. Үйде орындағандықтан спорттық аяқ киімсіз орындауға болады. Жаттығуды орындайтын жер су немесе тайғақ болмауы керек. Екі адам орындаған жағдайда ара қашықтық интервалы 1,5-2 метр болады. Тақырыбымыз жалпы дамыту жаттығуларының қандай жаттығу екенін және оның пайдасын түсіндірді деп ойлаймын. Ендеше жоғарыдағы айтылып кеткен қауіпсіздік ережелерін сақтай отыра келесі видео нұсқаулықты қайталап орындап көрейік. Ал бастайық. Барлық жаттығуларды 4-5 рет қайталауға болады. Көзге жаттығу жасайық. Бас қозғалмауы тиіс. 1 дегенде солға қарайсыз, 2 дегенде оңға қарайсыз, 3 дегенде жоғары, 4 дегенде төмен қарайсыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қолды белге қойыңыз. Басты оңға солға, артқа бұрып еңкейтеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Сол қолды жоғары, оң қолды төмен түсіріп, артқа алға қарай сермеңіз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жүзу жаттығуы. Жүзген сияқты қолыңызды сермеңіз. Бұл иық пен қолды жаттықтырып, омыртқаны түзейді. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Екі жаққа қарай иілуді орындаймыз. Оң қолды жоғары көтеріп, солға қарай созуамыз. Қолды ауыстырып, оңға созуамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қол екі жаққа созылған. Денені оңға және солға бұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қолды аяқтың ұшына тигізуге тырысып, алға артқа еңкейіп шалқаямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Аяқты бірге қойып, қолды жоғары көтереміз. Аяқ ұшына тұрып, жоғары қарай бүкіл денені созамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқты бірге қойып, қолды белде ұстаймыз. Асықпастан отырып тұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тік тұрып қолды дене бойы созыңыз. Ішке қарай тыныс алып, сәл тоқтатып, одан кейін демді шығарыңыз. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Көп рахмет достар. Сау болыңыздар.